Ассаламағалейкум трейдерлер. Біз кезекті видеомызды бастаймыз. Бұл видеода біздің қазір бүгінгі көретініміз терминдер көбіне осы рынокте қолданатын, осы форекс саласында қолданатын. Бұл аса қатты маңызды бір рөл атқаратын нәрсе болмағанымен, то есть бұл біздерге енді біліп жүрген жақсырақ, өйткені біз айырмашылықтарын түсінеміз. Бұның ішінде көптеген терминдер бар, енді айтылатын. Біреулер оны түсініп жатады, біреулер оны түсінбей жатады деген сияқты нәрсе, бірақ стандарт түрде біз соны түсіндіріп кетеміз. Бұл енді форекс саласы болғаннан кейін, бұл жерде жаңадан келгендер бар, опытындылар да бар деген сияқты нәрсе. Бәлкім дұрыс түсінбей жүргендер өздерін дұрыстап алар, жаңадан келгендерге жақсы бір информация болсын деген ниетпен сіздерге видеоны арнап жатырмыз. Бізде енді бірінші форекс саласы болғаннан кейін, бұл жерде валютный пара деген нәрсе да. Форекс жалпы өзі парамен жұмыс істейтін рынок болғаннан кейін, бізде валютный пара де. Валютный пара деп тұрғанымыз не? Мысалы, форекс бәрінде басқа рыноктердің айырмашылығы ол тек жұп-жұп болғаннан кейін жасайды. Екі мемлекеттің арасындағы валюталардың айырмашылығы болғаннан кейін. Мысалы, оның ішіне алатын болсақ, ең бірінші бізде стандарт түрдегі постоянно әрбір брокерде шығатын евро, доллар. Бұл жерде евроның құндылығы есептеліп жатады. Өйткені бұл евро-доллар параның ішіне біз кіретін болсақ, бұл жерде көтеріліп жатыр, егерде, значит, евро бізде не болып жатыр, құндыланып жатыр деген сөз. Егерде ол графигіміз түсіп жатса, ол құнсызданып жатыр деген сөз. Доллар екінің арасындағы айырмашылық болған себептен. Дәл сондай басқа да бар, мысалы, британский фунт, ол GBP, да? Ол да тоже доллармен. Так. Дәл сондай, бұл да британский фунттың құндылығы. Егер график өссе, ол құндыланып жатыр, значит, ол түсетін болса, значит, ол құнсызданып жатыр деген сияқты нәрсе. Енді бұл парлардың ішінде, мысалы, оған қазір көпшілігіне бәріне болып жатқан біз нені қосайық? Өзіміздің көріп жатқан, күнделікті істеп жатқан, хайп болып жатқан. Оны арам деп, адал деп талқылап жатқан нәрсе, бұл біздің алтын. How used? Бұл да дәл сондай алтынның құндылығы тек қана. Бұл доллардың құндылығы емес, бұл алтынның құндылығы. Егерде өссе, алтын өсіп жатыр деген сөз, түссе, значит, алтын құнсызданып жатыр деген сөз. Енді бұл жерде бұларға қарама-қайшы жұптар бар да, жүретін постоянно. Сіздерге бір сабақ ретінде айтып кетейік. Анализ жасаған кезде біз тек қана how used-ға қарау шарт емес, тек қана осыған қарап біз анализ жасайтын болсақ, ол кішкене дұрыс емес деу нәрсеге жатады да. Біз оны дұрыстау үшін біз не істейміз? Евро-долларды алып тастаймыз, евро-доллар бізге қажет емес, өйткені ол стандартный, бұл жерде ликвидность аз, волатильность тоже аз, көп болған жағдайдың өзінде бізге пайдасы да аз, зияны да аз. Сол себептен бір новичоктар евро-юздімен қолдана беруге болады. Ал бұл именно GBP юзді, болмаса how юзді деген нәрсе, алтын болмаса фунт деген нәрселерді біз уже кішкене опыт жинағаннан кейін кірісу керекпіз. Бірақ біз анализ жасаған кезде тек осы параның өзіне кіріп бір графиктің ішінде анализ жасау, ол толық анализ жатпайды. Біздер келесіне өтейік. Бұл түсінікті жағдай болды бізге, то, что бәрі долларға қатысты, бұлар да долларға қатысты нәрселер бар да. Бұл жерде уже бізге ең керек нәрсе USD доллармен, мысалы, там японский иена. Японский иена әр қашанда не істейді? Именно осы екеуіне қарама қайшы жүреді. Одан бөлек, так, USD тоже. И бізде жоқ. Швейцарский, бізде франк. Осы екеуі бұлардың қарама-қайшы, айна түрі, зеркалқы түрі сияқты бұл нәрсені қайталайды. Енді біз мынаған анализ ететін болсақ, біз британский фунтқа немесе біз алтынға анализ ететін болсақ, біздер әрине ең бірінші не істейміз, осы екеуін қарап бізге не істеуге болады, өзімізді кішкене анализімізді дұрыстап алуға болады. Бұл жатқан негізінде білім. Бұл ешқандай бір ұғым емес, тағы да басқа бір нәрсе емес. Бұл екеуі шындығында дәл сондай бір-біріне қарама-қайшы жүреді. Енді үшінші жұп бар. Үшінші жұп ол нейтралка ол. Ол осылардың барлығының средний ценасын шығарып береді бізге. Ол USD бізде әрине кат. Доллар мен канадский доллардың соотношениесі.
Осыларды қараумен тек қана біз не істейміз? Егер де біз осы екі парамен жұмыс істейтін болсақ, немесе осы екеуімен жұмыс істейтін болсақ, біздер әрине, егер мынамен жұмыс істейтін болсақ, мынадан да анализ жасаймыз осы екеуіне қарап. Ал егер де біз мына екеуімен жасайтын болсақ, онда біз де фунтпен де долларға да қарап не істейміз, анализ жасап, содан кейін барып тұрып шешімімізді қабылдау керекпіз рынокқа кіретін болсақ. USD-CAD олардың средний бағаларын көрсетеді, өйткені ол канадский доллар мен доллардың екеуінің айырмашылығының арасында қатты алып бара жатқан нәрсе жоқ. Бірақ осы USD-CAD рынокты толығымен басқаратын, средний ценасын көрсететін, рынокте кризис болатын уақыттардың, тағы да болатын нәрсе, басқа событиялардың барлығы осы USD-CAD-қа байланысты. Ол фундаменталкада, ол теханализде, оның ішінде деген жатқан объемда барлығы осы USD-CAD-тың ішінде. Егер де біз USD-CAD-ты жақсылап тұрып меңгеретін болсақ, тек қана біз қалған парлардың барлығын меңгеріп алуға бізге мүмкіндік туады. Енді біздікі деген қысқа нұсқа түсінікті болсын деп, шама келгенше видеоны көп созбай, осымен біз валюталық парымызды аяқтадық. Валюталық пары не деген кезде біздер не істейміз? Жұп-жұппен жұмыс істейтін нәрселер барлығы долларға қатысты, долларға қатыссыздар. Оны біз айтып кеткенде, олар кросс курстар. Долларға ешқандай қатысы жоқтыр. Олар кросс курс айтамыз. Біз кросс курспен көп жұмыс істей бермейміз. Өйткені мировой рынок доллар болғаннан кейін, мировой рынокте валютамыз доллар болғаннан кейін, долларға қатысты нәрселерді тек қана біз қарауға тырысамыз. И біз фундаменталымыз да дұрыс болу үшін, анализіміз де дұрыс болу үшін, и сделкаларымыз да дұрыс болу үшін. Келесі сабақта кездескенше.